18-ші аудиомәтін. Шахмат туралы аңыз. Шахмат ақыл-ой мен халық шығармашылығы негізінде пайда болған ең танымал әрі қызықты спорт ойыны. Ойын тұңғыш рет Үндістанда пайда болған. Ежелден келе жатқан аңыз бойынша, шахматты ең алғаш болып біздің дәуірімізге дейін 1000 жыл бұрын үндістандық математик ойлап тауыпты. Шахмат ойынының алғашқы аты Чатуранга. Шығыста ел билеуші патшаны шах деп атайды. Ал мат өлді деген сөз екен. Сонда шахмат сөзін патша өлді деп аударуға болады. Шахмат тақтасы ақ және қараға боялған бірдей 64 тор көзге бөлінеді. Үнді аңызы бойынша, билеуші Ширам шахматпен ең алғаш танысқан кезде оның өзгешелігіне, ондағы әртүрлі жүріске таңғалады. Ол осы ойынды ойлап тапқан данышпанмен танысып, оған ерекше алғыс білдіргісі келеді. Сөйтіп, әмірші үнді данышпанның кез келген бұйымтайын орындауға уәде береді. Данышпан кісі сыйлықты бидай дәнімен беруді сұрайды. Шарт бойынша данышпанға шахмат тақтасының бірінші шаршысына 1, екінші шаршысына 2, ал келесі шаршыларға бұрынғыдан 2 есе артық бидай берілуі тиіс еді. Билеуші бұл бидай көлемінің қанша екенін білмесе де, орындауға уәде береді. Магараджа есептеушілері бұл санды түні бойы есептеп, таңертең ғана математикалық шешімге келіп, оның мүмкін емес екенін әміршіге жеткізеді. Себебі, данышпан айтқан көлемдегі бидай бүкіл жер бетінде жоқ екен. Бұл сан 18 квинтиллион, 446 квадриллион, 744 триллион, 73 миллиард 709 миллион 551.615. Осы мысал арқылы біз математиканың шахматта жасырылған таңғажайып мүмкіндіктеріне көз жеткіземіз. Шағын ғана шахмат тақтасы ойыншылар үшін көптеген айла тәсілді орындайтын соғыс алаңы. Ойын кезінде бірінші болып жүрген шахматшы 20 түрлі тәсілді пайдалана алады. Сол себептен шахматшылар әр қадамын байыппен орындайды.